Бизнес жоспар тиімді несие алуға көмектеседі. Елімізде ислам жүйесі бойынша орта және ірі кәсіпкерлердің жобаларын несиелеуді бастаған Қазақстанның даму банкі енді бизнеске берілетін кредит шарттарын қатаңдатты. Ондағы мақсат қаржы бөлуге тұрарлық жобаларды іріктеу, сондай-ақ қаржы институты несие қызметінің тиімді үлгісін енгізу. Тілші әңгімесі. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі негізгі бизнес үдерістерін оңтайландырып, жаңа қаржы өнімдерін енгізу бойынша жобасын аяқтады. Нәтижесінде өтініштерді қарау мерзімі қысқарып, несие үдерісінің сапасы артты. Бұл несие қызметін трансформациялау нәтижесінде мүмкін болып отыр. Бағдарлама UI және McKinsey Company халықаралық компаниялар консорциумының қолдауымен жүзеге асырылды. Совместно с командой Банка развития Казахстана Қазақстан даму банкі ұжымымен бірлесіп, біз несие өтініштерін қарау мерзімін 3-тен 1-ге қысқарттық. Сондай-ақ барлық бизнес үдерістерді 70%-ға дейін автоматтандырдық. Ол осыған дейін 40% еді. Бүгінде өтініш бергендер қатарында бизнес жобасы дайын емес клиенттер де бар. Сондықтан оларды анықтау үшін енді арнайы сауалнама жүргізіледі. Яғни Қазақстанның даму банкі экономикаға нақты пайда келетін клиенттермен жұмыс істеуге ниетті. Всего лишь 38 проектов. Бізде небәрі 38 жоба бар. Қарыз қоржыны бойынша екінші деңгейлі банктермен салыстыратын болсақ, 5-ші орындамыз. Шағын банк бола тұра несие қоржынымыз жаман емес. Себебі біз ірі жобалармен жұмыс істейміз. Негізгі бизнес үдерістерін оңтайландыруға бағытталған бұл жоба 8 айдың ішінде іске асырылып, өз жемісін беріп үлгерді. Нәтижесінде несие өтінімдерін қарау мерзімі 75 күнге дейін қысқартылды. Енді ірі жобаларды қаржыландыру мәселесі 3 ай көлемінде шешілмек. Айта кетейік, соңғы 2 жылда Қазақстан даму банкінің несиелік белсенділігі артты. Несиелік портфельдегі ұлттық валютамен берілген несиелер мөлшері 8 есе ұлғайды. Нақты атап айтқанда, 2013 жылы бұл көрсеткіш 78 миллиард болса, қазір теңгемен берілген несие 625 миллиард теңгеге дейін өскен. Достық Талғатұлы, Еркебұлан Тілеуғазы, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар.